тренингке келген кездегі А точкам ол өзіме деген сенімсіздік, жалқаулық, жігерсіздік. Осы қасиеттерім маған өте қатты кедергі жасайды. Менің біріншіден энергиям аз болды. Жұмысқа деген желанием, жұмысқа деген мотивациям жоқ десек болады. Алдыға деген мақсат кейде бар, кейде жоқ. Командамен ара-қатынас болсын, ата-анамен ара-қатынас болсын, нашарлау болды, кінәлаушылық көбірек сезімдер болды менде. Қарап отырсақ, бір жертваның күйінде болғанбыз. Айналадағы жақындарымызды көбірек кінәлайтын сондай бір қасиеттеріміз болған. Тренингке дейінгі менің А точкамда Бекзат ол сенімсіз, қорқақ, өзінің ойын айта алмайтын, үнемі өзінің фантазиясында ғана жүретін, ішкі сезімдермен үнемі күресетін, сондай сенімсіз бала болды. Тренингке дейін А точкам менің стресс, уайым,